Айтыны шалға, жағасы дауға, өзіңен өтеріп, суынан балдай, көгердің талдай, шаттықты сезініп, шайқалып мектебіміздің дамуына қазіргі кездегі қарыштауына үлес қосқан Екен орын, ағады жуым, жалғасады ақ тілем. Жастарға жүрген, мәз болып күлген, жүрміне де бақ тілем. Шайқалып нуын, толқиды шуым, қиялымды тербетіп. Арналып жырым, айтылып сырым, қалғандаймын ер жетіп. Күндігін төле бидің кескен жерден, балуан шолақ бөлтірі көскен жерден, Жәнібек Керей хандар туын тігіп, жаңғырып жамбыл даусы жеткен жерден. Бүгін біздің мектебіміз үшін тарихи күн. Себебі осындай үлкен іс-шараны, маңызды іс-шараны атқару біз үшін үлкен абырой. Алдағы уақытта жамбыл шығармашылығын, жамбылдың поэзиясын кеңінен тарату, оны оқу үдерісінде цифрландыру, жамбыл поэзиясын архивтеу, оны кеңінен тарату көзделіп отыр. Сол мақсатта біз жоғары оқу орнымен ынтымақтастықта жұмыс жасап жатырмыз. Және осы мақсатты жүзеге асыру үшін қазақ әдебиеті және әдебиет теориясы кафедрасымен меморандумға, яғни екі жақты ынтымақтастыққа қазір ғана қол қойдық. Және де осы конференцияның қорытындысы ретінде Жамбылтану конференция жинағы шықты. Ол жинаққа ауданымыздың басым көпшілік тілші, қазақ тілі әдебиет пәні мұғалімдерінің мақалалары жарық көрді. Бүгінгі осы конференцияға Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің Жамбыл атындағы филологиялық зерттеу ғылыми орталығының қызметкерлері келіп отырғаны біз үшін үлкен мәртебе. Себебі өсіп келе жатқан ұрпаққа біз өзіміздің ұлы тұлғаларымызды, әсіресе өзіміздің осындай жыр алыбының жырына сусындап өсу үшін керемет жағдай жасап, соларға бойына сіңіру үшін ұлы ғалымдардың осы біздің шағын Жамбыл атындағы орта мектебіне келген үшін сіздерге үлкен алғысымызды айтамыз. Кәдімгі мына ағып жатқан өзі туған өлкесіндегі Іле мен Шу өзені сияқты, дария сияқты бітпейтін өле-өлгенше кеудесінен күй мен мынау әнді қойғанда жырлары саулап төгіліп жатқан ұлы даңқтың иесі, ұлы талантты. Сондықтан да ол кісіні жан-жақты зерттеу әлде де жалғаса береді деп ойлаймын. Өйткені Жамбыл атамызды насихаттау, Жамбыл атамызды жырлау, Жамбыл атамызды елге таныту, ол бұдан 80 жыл бұрын, бұдан 100 жыл бұрын бастамасын бастауын алып қойған. Бірақ біз бүгін біз Жамбыл атамызды мақтап емес, біз Жамбыл атамызды мақтануымыз керек. Біз сол дәстүрді әрмен қарай жалғастыруымыз керек. Ал енді мен айтар едім, сол жаңағы тұрған үйіне жанамалай және 1996 жылы Жамбыл атамыздың 100 жылдығына конференция залы салынды, жөнделер өтті, кесенесіне жөнделерге доғысының жаңа мифология деп атырған, мүмкін әулиелігі де шығар. Ауырып жатқан кезде өзінің ата-бабасының қорымы сол ауылға кіре берген жерде. Сол кезде айтқан екен, мен кейінде жүздеген
адамдар келеді менің басыма. Әке-шешемнің басын, ата-анамның басын неткім келмейді, таптапқым келмейді. Нетсе осы үйімнің артына алмағының ішіне жерлендірген екен. Сол жерге жерленген, оған кесене тұрғызылды 1946 жылы жылдығына. Кейіннен де әр жаңағы 125-150 жылдарында, 175 жылдарында күрделі жөндеулер жұмыстар өтіп, қайтадан жаңағы бұрынғы енді кішкене тозады ғой, далада тұрғаннан кейін сол қалпына келтіріліп, сол өзінде жұмыстар атқарылады. Енді 180 жылдыққа біздің музейдің де өзінің қосып атқан үлесі бар. Біздің ауданда мектептер 180 жылдыққа 180 шара деп жүргізіп жатыр. Білімнің қара шаңырағы Жамбыл атындағы орта мектептегі маған дәріс берген, білім дәрімен сусындатқан менің ұстаздарым деген. Ал енді біздің Жамбыл атамыз ешқандай мектеп табалдырығын аттамаса да, қаншама артынан дүние қалдырып, қазына том-том кітап қалдырып, және қанша жыл, 1,5 ғасыр уақыт өтсе де өзінің шапағатын немере шөберелеріне дейін шашып келеді. Оның бүгінгі куәсі бүгінгі халықаралық конференция деп атап кетсек те болады. Менің бүгінгі баяндамамның тақырыбы осы Жамбыл Жабаевтың бесік жыры өлеңіндегі ұлттық құндылық. Ұлттық құндылық дегеніміз бұл біздің ата-бабаларымыздың бір ұрпақтан ұрпаққа аманат етіп қалдырып кеткен әдет, ғұрып, салт дәстүрлері. Осы салт дәстүрлерінің бірі бұл біздің бесік жырымыз. Ананың ақ сүтімен келетін тәрбиенің ошағы. Біз осы бесік жырын тыңдап өскен әрбір қазақтың ұрпағы ол есте сақтау қабілеті. Жамбыл Жабаевтың бұлары ұлы шеберлік көріністері, кезінде әлем таңғалған құбылыс. Өлең кірген түсінде жөргегінде мен боламын деп, өзі айтқандай тұла бойы тұнған жыр, өлеңмен жаралған жан. Оның өлең жырлары тек көркем туынды ғана емес, ұрпақ санасын тәрбиелейтін өмірлік сабақ іспетті. Ақынның жазбай, табанда жанынан шығарып айтатын ақындық қуаты, қазақ халқының барлық поэзия байлығына қанғанша суарылып, мол жетігіп, өз тұсында домбырамен айтатын ақындардың ең жүйріктерінің бірі болды. Бірде әрі батыр, әрі шешен, бөлтірік жапан үйінде түстеніп отырып, әңгімесін бар ынтасымен тыңдап отырған баланы көріп, атын Жамбыл болса, атын кім деген екен? Жамбыл. Атын Жамбыл болса, көкірегі даңғыл екен деп көреген қатпар бөлтірік айтқан екен. Кітапханалар жүйесімен әлем халықтар жазушылар одағының сәлемдемесін алып келген болатын. Бұл бізде соңғы жарық көрген бүкіл әлем халықтарының ақындарының поэзиясы жинақталған антология. Қабыл алыңыздар. Заманауи бағыттары, ұлттық рух мәселесі, поэтикалық талдаулар, цифрландыру мен жасанды интеллект мүмкіндіктері бойынша ғылыми мақалалар топтастырылды. Бұл жай ғана жинақ емес, бұл ғылыми ойдың айғағы. Бұл 180 жылдық мерейтойға тарту. Жинақ уақытша еңбек емес, ол болашақ зерттеулерге негіз болатын дерек көз. Ендеше конференция материалдарын электронды жинағының тұсауын кесу рәсіміне шақырамын. Тұсау кесу рәсіміне Жамбыл атындағы филологиялық зерттеулер ғылыми орталығының директоры Мауленов Алмазбек Амытбекұлы және Жамбыл орта мектебінің директоры Диханбаева Индира Жақсықұлқызын шақырамын. Осы кітапты сіздің мектебіңізде тарту етуге рұқсат етіңіз. Бәрібір. Яғни бұл тек қана бұл Жамбыл мектебі емес, сонда ғана бұл еңбектің құндылығы арта түседі деп ойлаймын. Уже бізге заказ түсіп жатыр. Осы кітапқа заказ түсіп қайта шығарыңыздар деп жатыр. Сондықтан мына кітапты авторларға беруге рұқсат етіңіздер. Абуева Толқын Қасымовна, Шайдарбекова Алуан Жолдасбековна, Айгерім Маратқызы, Исақұлова Айгүл.
осындай үлкен халықаралық дәрежедегі ғылыми әдістеме конференция өткізіп жатырмыз. Конференция өз жұмысын Жамбыл Жабаевтың шығармашылығын таныстырудан, Жамбыл Жабаевтың қазіргі қазақ қоғамындағы, қазақ мәдениетіндегі, әдебиетіндегі алып отырған орны менен рөлі туралы баяндамалар жасалды. Және де тағы бір мәселе көтерілді. Бұл мектеп бағдарламасында Жамбыл Жабаевтың мына сандық технология және жасанды интеллект арқылы оқыту бағыты бойынша мұғалімдердің өте терең мазмұнда баяндамалар жасалды. Ал енді осы жергілікті Көктөбе елінің Жамбыл атына мектеп ұжымына біз табыс тілейміз. Жамбыл атаның 180 жылдығы бұнымен осымен ғана шектеліп қоймайды. Ол кісіге арналған жаңадан жазылып жатқан шығармалар, зерттеулер, конференциялар, дөңгелек үстелдер, тағы басқа арналар өзінің жалғасын табады деп ойлаймыз. Өте қуаныштымын, бұл ғылыми конференция өз деңгейінде өте жоғары деңгейде өтті. Қаншама кісілердің баяндамаларын оқыдық, жаңағы ғалымдардың баяндамаларын оқыдық. Өте керекті дүние, бұл жас ұрпаққа керекті дүние. Енді жаңа сөздің ретінде айта алмай ұмытып кетіппін. Біздің Жамбыл атамның 30 томдық кітабы шыққан 2021 жылы. Сол кітапты дайындап тұрып ұмытып кетіппін. Бірақ анда осы мерекеден кейін келеміз деп отырмын. Индира ханым, мектеп басшысы, сол кезде табыс етемін. Өте рахмет пейілдеріңізге, ақ пейілдеріңізге, өз атымнан, Жамбыл атаның атынан болса да рахметімді көбіне айтамын.